короче, орманға барамыз, шашлик анау бәрі болатын. Главный, аналардан көресіңдер ғой, сол жаққа барып көреміз, танымаймын да, танысқан болсын, болмасын жерде. Бірақ бәріңді бүт көріп тұрмын негізі. Былай жан-жақтан бәрі әдемі болып тұр негізі. Әрине. Бекзат, жүрші бұлайға. Не болды? Саған қыздар тексеріп ал дедік қой. Не мынау? Фотоларын жібер дедім, екеуінің фотосын жіберді ғой. Сен ана семіз қызбен таныстың ба? Жігіттер түбі осындай әңгіме болатынын білгем. Сразу айтып қояйын, семізі менікі. Сондай ма? Қайда білген? Жарайды мен анау арғын ала салам. Так, Ильяс, просто Бекзат досың болған соң беріп тұрмын ше. Айтпасам келесі жолы өзім алам. Сол ғой? Рахмет жігіттер ше. Кеттік жолға шақтады, асықты бағым кеп тұр. Отақандар! Ne istesem de balgım gelet one. Bizse bizsiz bitti sözüm arpan. Okşet bir şat tesisin basman. Ne istesem de balgım gelet one. Bizse bizsiz bitti sözüm Акым мырза, сізге айтар жаңалығым бар. Өзінен қақтан келетін, таппай қала беретін болдық қой. Не болды? Орманға адамдар кепті. Мынау жақсы жаңалық қой. Адам жемегелер көп болды ғой. Күнде дастыра келіп шаршап кеттік қой. Барда не үшін келген біліп қайт. Құт болады директор. Мынау қашан жетеді өзі? Әлі не істеп болсың, састып, бұқыстып. Бүгін қолдағы жеміз болатам. 5 бармақ алсай, 5 бармақ. Бот 5 бармақ болса асамыз ғой. Болды, кешке саған сенеміз. Ашқамай тағы дастыра жеп отпаймын мен. Ne istesem de balgım gelet one. Bizse bizsiz bitti sözüm batman. Okşet bir şat tesisin basman. Келдік. Үйге әне? Үйге әнді енді, үй особы керек емес шығар деп ойладым. Хайуан. Қай жерге қонамыз енді? Шлейм, палаткаға қонбайтын шығармыз? Ачо, багажникті көрдің ба? Сен денің сау ма? Жуынбаймыз ба біз? Мен осылай айтатынды біліп, ваннан әкеп қойдым ғой. Ванна сыймайды ғой машинаға. Осылай айтатынды біліп, кеше әкеп қойғам. Сералкантта кеше әкеп қойған шығарсың, Йо, ачо, оны ертерек айтпағасыңдар? Бекзат, сен Не айтып жатсыңдар? Қара көз қарындастарымыз ұят емес пе? Затың бөлек жатамыз ғой. Не үшін келгенімізді ұмытпасыңдаршы. Қыздар, жүрсеңдерші мен сендерге орманды таныстырайын. Қалай қарай жүріңдер? жарайды. Палатканың инструкциясы бар ма енді хотя бы? Бар ғой инструкциясы, бірақ алған жоқпын, босқа орын алды. Кетші. Сөйлеспеші мен. Ильяс. Қойшы. Құра берейік та. Кетші. Мына орман қорқынышты емес па? Анжелика, мен тұрғанда неден қорқасыңдар? Орман, ол мен екінші үйім ғой. Если вдруг бірдеңеден қорқып жатсаңдар, мені келіп қатты құшақтаңдар, қорқыныштарың басылады. Роза, өйтіп любой нәрседен қорқа бермесен. Болады ғой қорқатын нәрселер. Мысалы, бүгін Анжелика қорқсын, ертең Аруна қорқсын. Сөйтіп, арғы күні бұйырса обедте қайтамыз ғой. Не өйтіп кетесің? Қой берші оны. Анжелика, осы саған қандай жігіттер ұнайды? Маған ақылды, айтқанымды тыңдайтын, ең бастысы білімді жігіттер ұнайды. Типа 2 көбейтіп 2 4, 7 жерде 8-ін 56 деген сияқты ғой. 7-нің кестесі қиын ғой негізі. Көбісі біле бермейді ғой. Білесің ғой. ОБД-да 100 қыра жинағыма кезінде ше. Мен сендерге көбелектер көрсетейін ба?
Давай көрсет. Ана бұрылыста көбелектер тұратын баяғыда ше. Жүрсіңдерші, көшіп кетпесек, барайық. Давай көрсет. Чай ішіп жүрсіздер ма, братан? Жайша жүрсіңдер ма дегенде, дос болған туған күні ғой. Үш қыз алып келгенбіз. Соскысы менікі, аллардікі онша емес. Дос болған туған кәдім орманда, палаткымен әдемі өтемін. Хей, балақай. Мына жерге бетіңмен келгенсің ба, не болған? Бар, анашың ұрсат, иә? Бар, қазір қараңғы батады. Бар. Кім мұна? Бұна ма? Білмеймін, бірақ біздің ванна қатты қызық болды. Кім екенін сұрамайсың ба? Жақынырақ араласуға қорықтым ше, жақын аралассақ, ваннаны сұрап бәле қыла ма дедім. Бір шаруаны тапсырса бекзат бар ғой. Баршы, бар кетші. Палатканың светін өшіріп, кухнясын жоқ қойшы бар жер. Өмір істеді. Так, бүгіннен бастап жұмыстың тәртібі өзгереді. Кім қанша адам өлтіреді, сонша айлық төлеймін мен. Жезде, соны юту ақша алмай ма? Ай, ол өзі 0,5 ставкамен алып жатқан жоқ па? Сосын сен жездең не? Бүгіннен бастап кім мені атымның дұрыс айтпайды, аяғынан 10 сантиметр қысқартып отырамыз. Замакин мырза, барлауға жіберген тыңшыңыз аман есен оралды. Наказанияны өзгертеміз ау деймін. Бір-екі күнде таусылып қалады ату. Бір қателессе, шекесі ғана қалайын деп тұрғын мынаның. Сен адам емессің, не каннибал емессің, малсың ба? Мен сені сақта ауыржанымен сөз деймін аты. Мен личностьқа кетпейміз деп еді. Ұсаған, қой. Не болды сен? Не болды? Ей, сен жынсыңдар ма? Өз бағын бірінші басталды ғой. Әлі сен ұялмайсың ба? Дізеңмен жасты адам ғой мынау. Өзің жетістіріп алсай сен. Неғып сен құрған қақпандарын ұмыт қала бересің? Біз түс кетіп атыр қадаған. Көзден айырылдық қой. Құрбан адамдарды көріп кел бар. Ашуланбай кетеді. Черный глаза. Осының сөзін жаттап алу керек. Көмектесіне, көмек! Тұр. Не істеп жүрсің сен? Сен өтем бүгін түнде. Түсінбедім. Сен бүгін түнде өтем. Серьезно, түсінбедім. Сенен бүгін түнде өтелем. Жайша жүрістір ме дейсің ба? Бүгін түнде сенен өтелем мен. Жайша жүрістір ме деймін, не дейді? Кім, әнім? Не істеп жүрсің? Айтсашы енді, уайымдатпай адамды. Аруна саған қандай жігіттерін айт? Маған шашы қара, көзі көк жігіттерін айт. Сен сонда менен сұрамайсың ба, қандай жігіттерін айт деп? Бопты, айтшы қандай жігіттерін айт саған? Бойы ұзын, арық, шашы бұйра жігіттерін айт маған. За, бекзат десе я. Бұрында оның шашы бұйра болған ғой, кейін темекшіге беріп шашы түзіленіп кетті ғой. Темекі зиян ғой негізі. Қани? Не болып қалды? Мына жер қауіпті емес. Бізге срочно кету керек. Не болып қалды онда айтсашы? Жаман құлағасың ғой. Ой, сорлы. Құлаған сөйтіп жеткізем адам? Сен өлім жеткізуге бармыш? Қыздар қайда?
орманда қалып кетті құмшықтар мен. Сені соны құтқару керек қой олардан. Жүр, Бекзатты алып алайық. Жүр. Бекзат! 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 Не болды? Не болды? Просто минутқа жатыр едім осында. Не мынау? Қан ба? Ё-мо! Мына тұз үйдің краскасы ақ кетті ғой. Ой, санасыз. Қыздарды құтқару керек қой, бізге не істеп жатсың? Ана жақта. деп қашты ғой деп прикинь. Қыздар, аманшылық па? Мына жерде құбыжық па бірдеңе бар деді ғой жаңа. Ешқандай құбыжық жоқ. Ғани, сен сонша қорқып қаштың ғой? Кім қорқып қашып кетті? Жоқ, ей, мен просто балдар шақырып келейін дедім ғой. Түріңе не болған онда? Мына ма? Сол балдарды шақыруға баратсам, жолда бір топ балдар тұр. Әңгіме айтады маған. Сөйтіп, сағат как раз 2-ден кетті, ана бала тілден кетті. Мен кришам кетті, сөйтіп патыр-пұтыр төбелесіп бастап кеттік нәрде. Сен құлап қалдың деді ғой маған. Сол енді ананың бәрін ұйықтатып, енді бүйтіп саған жерге барайын деп жатқанда, аяғым ағаш шіріліп қалды, сол құлап қалдым. Қорқады дейсіңдер ма мен біреуден? Жоқ. Қыздар жүріңдерші, туған күн тойлайық. Сол. Блин, туған күн, да? Ну, тойлайық, мереке, все-таки. Блин, жүріңдерші, неге тұрсыңдар? Жандарым. Сен жүрсеңші, я? Өзің жүре бақшы. Қашан мен сені тастадым? Сен қалай вообще? Сен мен секрет жанымдасың. Неге? Жүрегімнің ішіндегі жүрек шемсің. Неге енді ол енді? Сен менің пласентайым. Мені сүйгіштайын енді. Бекзат, продуктын шығар. Шашлык сияқты кетті, е? Давай. Қандай продукт? Продукт алған жоқпын ғой мен. Денің сау ма? Туған күн неғып продукт алмағансың? Мына алатын үйдің ішіне бәрі кіреді деді ғой. Продукты да кіреді екен деп қалдық қой. Үй жоқ қой мына жерде. Көшеде жоқ қой мына жерде. Су әкелші хотя бы. Судың бәрі бағана ваннаға кетті. Не істеймін сен продуктсыз? Ән айтайық та бауырым. Мен кеттім, давай. Ләс. Қыздар не үшін ақпел? Кеттім дегенес. Кешті күтіп отқан жоқпыз ба? Короче, мен кешке дайына бір қорқынышты әңгімем бар. Соны айтам, и болды оны. Аруна қасынан шықпай қалды. Точно қорқышты ма? Қандай ән еді жаңа? Анжелика. Гета Докстың әні ғой бауырым. Сорлы. Жүріңдер енді ән айтайын ана жерге барып. Қыздар, мен сендерге қорқынышты әңгіме айтып берейін, да? Иә. Біздің Ғанина ше. Қорқынышты әңгімелер анау КамАЗ-КамАЗымен, фура-фурасымен, тора-торасымен. Егер сен қорқынышты әңгімелер қаласаң, онда Ғаниға кел деп қойған адам. В общем, бір күні түн жарымда бір таксист Қапшағайдан Алматыға адам басына 5000 теңгеден жол жүріп кетеді ғой. Сөйтіп трассада кетіп баратса, түн жарым ғой енді. Сөйтіп трассаның оң жағында бір аппақ киініп алған бір қыз таксист тоқтата қалып тұр дейді ғой. Сөйтіп ана таксисттің ойында дым жоқ. Ой, бүгін жақсы көш көтеретін болдым ғой деп отырғызып алған еді қызды. Сөйтіп кетіп баратқан. Сөйтіп анда таксисттің көзі артқа түсіп кеткен ғой енді. Сөйтсе жаңағы қыздың аяғы ауыр екен. Сосын сол аман-есен роддомға апарып босандырып алған ғой. Денің сау ма? Мынаның қай жері қорқынышты? Қараса Елес, бұрын Қапшағайдан Алматыға такси 500 теңгеден еді. Қазір 5000 теңге. Міне ғой нағыз ужас. Ол ештеңе емес. Мен сендерге бағана не көргенімді айтайын ба? Не көрдің? Анау біртүрлі бірдеңелер. Олар адам жейді екен. Ойбай, онда қашайық. Қақа баратсың? Мына жақта қорқынышты адамдар бар дейді ғой. Біз туралы айтып жатыр ғой, сен жындысың ба? Еба, біз сонда соншалықты қорқыныштымыз ба не? Ойбай, ето десе болды ғой, бәрі қорқады. Ол ештеңе емес. Осыдан 1 жыл бұрын дәл осы орманда бір қызды садақпен атып өлтірген екен, ойлашы. Садақпен? Тұра тұршы. Аруна кән? Уборныйға кеткен шығар. Жарайды. Сөйтіп, одан 2 жыл алдын дәл осы орманда 3 еркек белгісіз жоғалып кеткен. Жоғалып? Анжелика кәні? Арунаның қасында кеткен шығар, келеді өкесі. Ол ештеңе емес. Осыдан 5 жыл бұрын дәл осы орманда бір отбасы көлігімен
жоқ болып кеткен. Көлігім мен көлігім. Жоқ болып кеткен? Иә. Қыздардың арттарына барамыз ба? Білмеймін, менде особо желание жоқ. Сен барасың ба? Жоқ, жігіттер, барайық. Сенімділік үшін көтеріп алайық. Нормально болады. Не көтересің? Арақ алдым ғой мен. Тоба, продукт алмай ара қалдың бе? Иә? Иә. Сенімділік үшін Иә. артық бір не емес. Әрине. Азамат. Міне ғой. Мақсатымыз Азамат. мас болу емес. Азамат. Сенімділік үшін. Азамат. Ол мас болу мақсат емес ол, Ильяс. Бірінші мен жаңағыдай Иә. екінші орындарға призовой береді деген ғой соны. Сенімділік үшін, да? Аха. Қой. Ой, тоба. Денсау болсын деп айтатын еді ғой. Сенімділік үшін. Иә. Между первым и вторым дейді. Ей, құя берші бопты. Мен Аха. ініме, мынау атылады, ей. Абайлашы. Інім. Ей. Жоқ. Мен Алиді ең бірінші көргенде, Эйнштейн сияқты, әп-әдемі өзі. Шалға ұқсап кетіп бара жатыр. Орманда кетіп бара жатыр. Орыс тәтекер деп ойлап қалдым. Артынан ше. Анжелика. Сөйт болды. Сендер адам етін жейді деген болмаса былай жақсы екенсің. Жақсымыз ғой, алдында анау отравление болды ғой бір адамнан. Мен риза болдым. Қыздың көзінше ләмбим демеді. Негізі Роза да былай жақсы ма деп қойдым. Негізі ше. Былай да енді. Сүйкімді ғой? Біз негізі сүйкімді. Ильяс. Жоқ, мен іштейді. Бесіп қарасай. Сүйкімді ғой бір қыз. Бір байқалады, ә? Әрбір. Ой, тоба. Сен көзіңе заманский жағып алғансың ба? Неге ондай? Анау ғой анау. Ішіп алып тұзақ құрған ғой, бүкіліміз түсіп қалдық анаған. Көзіңе қарап жүрмейсің. Көзің келсін, жүректен мақырттарың кетпейсің, чоғытта. Жүректен мақыры кетпесін деп өте әдемі айтты. Өлтіреді. Ешбешкен ойнама, киіп қаласың. Біздің жейтін адамдармен ойнама, өліп қаласың дейді. Біздің жейтіндермен ойнама дейді. Жейтін адамдармен дейді да еще ол. Ты жаным свой, я бы все отдал, но тебе, похоже, это все не нужно. Ей, Я бы все отдал. Не болып жатыр мына жерде? Кімсіңдер сендер? Біз де сендер сияқты 2 жыл бұрын 3 қыз 3 бала болып келгенбіз. Мына далбан продуктын ұмытып кеткен. Амал жоқ, қарын ашқаннан бір қызды жеп көрдік. Екінші күні қарын ашқан соң екінші қызды пісіріп жеп көрдік. Бірақ өкіндік. Түсінген ғой. Неге бірінші қызды да пісіріп жемедік деп. Өкінетті. Енді сен де атсыздар бізге. Али, делай. Інім? Немене бәлем, шашыратпай істемейсіңдер ма, не? Сендер точно адам өлтіріп жүрсіңдер ма? Мынау бір жерде өлтіріп тұрған бәле ғой мынау? Жырып алған ба не? Ипы бірдеңелерің бар ма мынау? Ренжімеңіздер, жаңадан келген стажер ғой. Өзім және де өлтіріп берейін енді екіншісін. Қан шашырады ма мынау? Қан шашырамады-ау? Қан төгілді ма бір бәле болды ғой? Кеше әжетханаға барғым кеп тұр дегеннен қорқып осы қыздың. Не масқара мынау? Ішін тексермейсіңдер ма? Қол шығып қалған ғой, ренжімеңіздер. Үшінші қызды өзім өлтіріп берейін енді. Ойбай, братан! Керек емес! Топан су болайын деп тұр ғой орма қазір. Керек емес! Не істейсіздер босқа? Ой, мынау бар ғой, жейтін жері жоқ бұның. Бауыздаған 4 сағатыңыздың берекесін алады. Босқа, жейтін жері жоқ, май ғой мына таза. Тұздап жесекше оны. Жоқ деймін, ертең күзге қарай алсаңызшы сіз. Мынау болмайды. Наны бір шұңқырға ма жатқызасаңыз, өзі өледі шығар. Онда мыналарды бітіре берейік екеуміз. Досым, бізге мына жерден срочно кету керек. Менде бір план бар. Қолымызды босатып алайық.
Сен кішкене ары отырып дейсің ба? Босай анау, бүйтіп шығасың. Көмектесем саған. Давай, Роза, давай! Кит, ләп! Тұрмақ істейік отыр! Давай! Жібер! Кішкене бар, давай, снайп! Давай, кит ләқта сені! Гүл! Роза, сағындай! Роза! Полицияға звондаймыз. Алло, полиция! Онда орманда біздің достарымызды өлтіріп жатыр. Тез келіңізші! Так, не болды, не жағдай? Ана жақта біздің достарымызды құбыжықтар өлтіріп жатыр. Немен келдіңдер бұл жақ? Машинамен. Кімдікі ол? Менікі. Документі бар ма? Қандай документ, братан? Айтып отырмын ғой, достарымызды құбыжықтар өлтіріп жатыр. Жоқ, оны бәрі базаға салып тексеру керек қой оны. Так. На, страховка жоқ қой. Жүріңдер штрафстоянкеге. Жүр. Қайдағы страховка, братан? Достарымызды өлтіріп жатыр деймін, айқын қаласың. Жоқ, ондай сылтау өтпейді. Мен ондайдың бәрін көріп тастағам. Да? Әйелім босанайын деп жатыр еді. Мектепке асығып кетіп бара жатыр едік, балаларымды апара жатырмын. Жойстик дұрыс болмай тұр. 93-ші минутта гол сап кетті ғой. Мақтасыңдар, финалға өтпейсіңдер ма? Болды, жүріңдер. Штрафстоянкеге барамыз. Жүр. Кіріңдер, есікті аш. Кір. Штрафстоянкеге барамыз. Бол. Артына қарай отырыңдар. Артына отыр. Бол. Артына отырыңдар. Өзім айдаймын оны. Опа. Есікті ашып қойғыш, братан. Ыстық ше. Жоқ, бұны жабамын. Жаппасақ болмайды ғой бұны. Штраф салады ғой бізге де.